Номер 5 зертханалық жұмыс. Тақырыбы: тамыр аймақтарын зерттеу. Құрал жабдықтар: микроскоп, лупа, асқабақтың өскіндері, оқулық суреттері. Жұмыс барысы: бірінші, асқабақтың немесе бұршақтың тамырын қараңыз. Тамырдың сыртқы құрылысын сипаттап, тамыр оймақшасын табыңыз. Екінші, сурет бойынша тамыр аймақтарын атап, оқулықтан олардың құрылысы мен маңызын оқыңыз. Үшінші, тамыр оймақшасы, тамыр түктерінің дайын препараттарын микроскоп арқылы қарап, өсу аймағына назар аударыңыз. Микроскоптан көргеніңіз бен оқулықтағы суреттерді салыстырып, суретті дәптеріңізге салыңыз. Жұмыс соңы: тамыр аймақтарының ерекшелігін сипаттап, қорытынды жазыңыз. Зертханалық жұмысты қорытындылау үшін келесі ойынды ойнайық. Тамырдың ұшынан бастап дұрыс ретпен орналастырамыз. Ең бірінші, ең ұшында бізде не тұрады? Тамыр оймақшасы. Екінші, бөліну аймағы. Үшінші, өсу аймағы. Төртінші, сору аймағы. Және бесінші, өткізу аймағы. Тексереміз. Барлығы дұрыс.